Ал Қашаған жобасының екінші кезеңі 2018-2019 жылдары аяқталады. Сол кезде кен орындарындағы өндірілетін мұнай көлемі 2 есе артады. Бұл туралы Катар астанасы Дохада өтіп жатқан халықаралық мұнай конгресінде еліміздің мұнай және газ вице-министрі Ләззат Қиынов айтты. Осымен 20-шы рет өткізіліп отырған алқалы жиын бүгін қорытындыланады. Айта кетейік, конгресте Қазақстан министрліктерінің секциясы өтті. Сарапшылар мен трансұлттық компанияларды қазақ елінде жүзеге асып жатқан ірі жобалар қызықтырды. 60-қа жуық ұлттық комитеттің басын біріктірген халықаралық мұнай кеңесінің отырысы 4 желтоқсанда конгресстен бұрын өткен болатын. Қазақстанның ұлттық комитетін Қазэнерджи қауымдастығының төрағасы Тимур Құлыбаев басқарады. Оның құттықтау сөзі Қазақстан министрліктерінің сессиясында оқылды. Ал негізгі баяндаманы еліміздің мұнай және газ вице-министрі Ләззат Қиынов жасады. Көпшілікті Қашаған мен Қарашығанақ сияқты ірі жобалардың келешек дамуы қызықтырды. Атап айтқанда, сарапшылар алғашқы жобаның жүзеге асуы мен шығын мөлшеріне, ал Қарашығанақ бойынша Қазмұнайгаздың 10% үлесі негізінде келіссөздер жайына назар аударды. Ләззат Қиыновтың айтуынша, Қашағандағы мұнай өндірісі 2013 жылдың шілдесінен кешікпей басталады. Қарашығанаққа келер болсақ, серіктестер арасындағы келіссөздер ағымдағы жылдың соңына дейін аяқталуы тиіс. Сондай-ақ 20-шы конгресс барысында Иранға қарсы жаңа санкцияның салдары қызу талқыланды. ақш-тың ызасынан қауіптенсе де, кейбір алпауыт компаниялар Иран нарығында жұмыс істегісі келетіндерін айтып қалды. Ал Ақ үй басшысы Барак Обаманың мәлімдемесі ирандық тәуелсіз сарапшыларды еш алаңдатпайтынға ұқсайды. Олардың пайымынша, Еуропа нарығында Иранның жеңіл мұнайына балама табыла қоймас. Сондықтан батыс саясаткерлерінің мәлімдемесін психологиялық шабуыл деп түсінеді. Өзге мамандар да осындай пікірде. На мой взгляд, причем так глубоко убежденный взгляд. Менің ойымша, осыдан бір нәтиже шыққанымен ол ұзаққа созылмайды. Мұнай бағасының өсуі ғана болмаса, соның өзінде тек мұнайды сататын ел жеңіске жетеді. Ал іс жүзінде біз адами құндылықтар мен қара алтынның кең көлемін топырақпен жауып жатырмыз. Бұл ұзаққа созылса да ешкімге пайда әкелмейді. Иранға да, ол жаққа барып ісін жүргізгісі келген ғаламдық компанияларға да келіп кетер пайда жоқ. Келесі 21-ші конгресс 2014 жылы Ресейде өтетіні белгілі болып, дайындық қазірден басталып кетті. Оған дейін 2012 жылдың күзінде халықаралық мұнай кеңесінің 60 ұлттық комитеті Астанада бас қосады. Онда кезекті конгресте көтерілетін мәселелер талқыланып, күн тәртібі нақтыланады. Яғни ол жиын Қазақстанда жұмыс істейтін барлық энергия компаниялардың басын қосып қана қоймай, саланың өзекті мәселесін шешудегі Қазэнерджи қауымдастығының жұмысын көпшілік іс жүзінде көреді деген сөз. Руководство ассоциации Қауымдастық басшылығы әрқашан саланың мәселесін құзырлы мекемелерге ұсынып келді. Біз еңбек заңдылығы мен қоршаған ортаны қорғау мәселелерін көтердік. Өзекті ме өзекті. Қазір біз инновациялық технологияны дамытуды қолға қойдық. Осы жөнінде біздің тәжірибеміз бар ма? Бар. Инновациялық технологияны дамыту әлі талай форумда талқыға түсері анық. Осы мақсатта Дохада өткен конгресс қатысушыларына заманауи құрылғылар орнатылған өндірісті тамашалауға мүмкіндік туды. Жаңа технологияның көбі газ өндірісіне қатысты. Тек ғалымдар жаңалық аса құпия болса керек, оны суретке және бейнетаспаға түсіруге тыйым салынған. Айбек Құрмет, Анар Каринтаева, Алмаз Жолыбаев, Астана телеарнасы.